Жасөспірімдермен жұмыс істегенде олардың өздерін ересек сезінетін кішкентай балалар екенін естен шығармаған жөн. Үлкендерді жолатқысы келмейтін өз әлемдер болады. Қағидаларыңызбен жүргізіп тұрғызамын деген ойдан аулақ болыңыз. Шектей бергенді қойыңыз. Қазіргі жасөспірімдер саясатқа, сәнге, әнге қызығады. Бірақ олар ақпаратты кітаптан емес, әлеуметтік желіден алады. Далбаса, айналайын нақтырақ айтшы. Мынау енді болады. Жарықтың жылдамдығында артылдырам. Тас батпайды, додада топ жарам деп ас батпайды. Алтыннан алқа таққан кезінде елімнің әнұраны асқақтайды. Біздің жігіттер мықты, біздің жігіттер арыстандай қайратты. Біздің жігіттер мықты. Сен қайда жиналдың? Маған жоқ кетсе қайтем? Басқа бөлмеде бола тұрым. Бекнар дұрыс айтады, мүмкін бөлмеге кірмей тұра тұрармыз. Мен кіріп шығайын. Оған не болған? Олжас. Қалың қалай? Қайырлы таң болады Сәкенова. Түріңе не болған? Дәрігерлер не дейді? Жағдайым жақсы. Ыстығым жоқ дейді. Тек түрім ғана болмаса. Олар алып кетеміз деді ме сені? Қан тапсыр деген. Бірақ мен бармадым. Неге? Ұзақ бөгеліп қалсам ше. Мәдиді тасып кеткім келмеді. Мәди, тоқта, ол жаққа кіруге болмайды. Олжас, саған не болған? Тұра тұр бала сол жерде. Ағаңның ауруы жұқпалы болуы мүмкін. Тоқта деймін мен саған. Мәди, сабақтан келе жатырсың ба? Иә, Шолпан Марат қызы сұрап алған. Былай жасайық. Әлем Айдар қызы. Мен Олжасты ауруханаға апарып тексертейін, қан тапсырайық. Мәдиді бірге алып кетейік. Бірақ сен ағаңнан алшақ отыр, жарай ма? Жарайды. Әлем Айдар қызы. Директорға ескерте салыңызшы. Біз ауруханаға кетті деп. Жақсы, жүр. Тұр. Жинал. Болат Сәкенұлы, балаларға қарай тұрасыз ба? Мен жүгіріп дәріханаға барып келейін. Дәрігерлер қайда? Дәрігерлер кетіп қалды. Олжас үшін алаңдауға негіз жоқ деді. Аллергиясы асқынып кеткен болу керек деп, міне антигистамин жазып кетті. Аллергия? Не нәрсеге? Білмеймін. Шолпан Марат қызы, сіз ешқайда бармай-ақ қойыңыз. Олжасты өзім тексеруге алып барам. Сол жақта көреміз, аллергия ма, басқа нәрсе ме? Мен де барам. Жоқ, Мәди. Сені жолдан мектепке апарамыз. Олжас саған уәде берем. Егер сен ауруханаға жатқызатын болса, сабақтан кейін Мәдиді сенің қасыңа әкелем, жарай ма? Жақсы. Нақты қай жаққа апарасыз оны? Ауруханаға. Әйелім сол жерде дәрігер. Маған бергіз. Жүріңдер тез. Жүр. Барыңдар. Жолдарың болсын.
ұстамай ақ қой, өзім жүре аламын. Тұмау да емес, жұқпалы ауруға да ұқсамайды. Шынымен не болды екен? Аллергия ма сонда? Соған да көбірек келеді. Енді не екенін талдамасына қарап білеміз. Оған да бірнеше сағат керек. Асығыс емеспін. Байқайым, бойыңа жақсы қасиетте дарып жатқан сияқты ғой. Өзің үлгілі тәрбиеші болып алыпсың. Болмағанда? Өзіңе ұнайтын сияқты ғой. Салтанат, мен өз ісімді адал атқарам. Дұрыс. Олжас, енді қорытындысын күтейік. Сендер кете берсеңдер болады негізі. Дайын болғанда мен жауабын айтам сендерге. Сәлеметсіздер ме? Кешіріңіз, Салтанат Жолдасқызы. Аллергиялық ауруларға қатысты статистика келді. Соны қарап шықсақ. Жақсы. Менің күйеуім Болат, таныспаңыздар. Болат. Мынау менің оқушым, Олжас. Танысқаныма қуаныштымын. Сіз жайлы көп естігем. Не естідіңіз сонша? Жаман нәрсе емес деп үміттенем? Жоқ. Жұбайыңыз сіздің спортпен кәсіби түрде айналысқаныңыз жайлы айтқан. Тіпті әлем чемпионды болған екенсіз. Ол бұрында болған, және жартысы өтірік. Бұл кісі ауруханамыздың бас дәрігері Тимур Садуақасұлы. Жай ғана Тимур десеңіз де болады. Иә? Бұл жігітке не болған екен? Диагнозы белгісіз болып тұр. Аллергияға ұқсайтын сияқты. Әнеки? Иә, расында да аллергиялық ісікке ұқсайды. Тексеруге қан тапсырдыңдар ма? Иә, жаңа ғана тапсырып келдім. Толықтай тексеріп шықсын. Сосын мұрын шыршында тексеруге алсын. Бір күдігім болып тұр. Бәке, сіз оқушыңызды осында қалдырыңыз. Біз қадағалайық. Дәрі егіп, өкпесін тазарту керек сияқты. Көп уақыт ала ма ол? Көп емес, бірнеше сағат қана. Сен алаңдама, Мәдиді өзім мектептен алып қайтам. Сосын бірге келеміз. Уайымдамаңыз. Салтанат Жолдасқызы қарайлайды ғой. Жарайды, жақсы. Салтанат Жолдасқызы, мен сізді кабинетте күтемін. Жақсы. Олжас, сен менімен бірге жүр. Сау болыңыздар. Бас дәрігерің әп-әдемі жап-жас қой, Енді белгілі болды. Жұмысқа неге сонша сәнденіп жүрген? Болат, қош болды. Алло, Болат. Тыңдаш, біздің дәрігерлердің бәрі бала газдан уланған деп жатыр. Ол жаста орта деңгейдегі химиялық улану екен. Өзімізде түсінбей жатырмыз. Сендердің балаларды немен улап жүргендерін біз қайдан білеміз? Мектепте қалай улануы мүмкін? Ісік таңертең пайда болса, демек бала түнде уланған ғой. Ендеше ол балаларды да осында алып келу керек еді ғой. Салтанат, сен күйеуіңмен сөйлесіп тұрсың ба? Маған бері тұршы. Болат, бұл Тимур ғой. Анализдердің нәтижелері көп ұзамай дайын болады. Бірақ бұның жүйке сал газ екеніне мен 100% сенімдімін. Иә, негізі сіздер полицияға хабар берулеріңіз керек. Бұндай газбен кездейсоқ улану мүмкін емес. Тек қорғануға қолданылатын газ баллон ғой. Оқас жоқ. Олжас жатқан бөлмені желдетіп тұрыңыз. Сау болыңыз. Әлем чемпион дейсің бе? Вице-чемпион. Болгарияда күміс жүлде алған. Қызық. Балалар үйінде не істеп жүр сонда? Енді ол ұзақ әңгіме. Жарайды, мен барайын. Сонда сіз газды біреу бөлмеге әдейі қашқан деп ойлайсыз ба? Білмеймін, айғақ керек. Ал қасында жатқан балаға қалайша ештеңе болмаған? Жақсы сұрақ. Мен бөлмені тексеріп шыққанша, сіз осы жерде қарай тұрыңыз, жарай ма? Ал сіз бөлмеде не іздейсіз?
Әзірге өзім де білмеймін. Рахмет, Камил апай. Міндетті түрде ақ қарасын анықтайтын боламыз. Бірдеңе таба алдыңыз ба? Сүлгі таптым. Газдың иісі аңқып тұр. Сіз не таптыңыз? Мынаны үйден жуушы дәліздегі шкафтан тауып алды. Осымен Олжасты уламақ болған. Сонда бұл не? Газ баллон. Газды бөлмеге шашқан. Аз да емес, көп те емес. Бірақ баланың уланып қалуына жеткілікті. Ал қаскөй газды шашқан кезде бетін сүлгімен бүркеген. Газдың иісі әлі мүңкіп тұр. Сонда Бекнар қалай уланып қалмаған? О да сол бөлмеде болды емес пе? Менің ойымша Бекнар ол бөлмеде болмаған сияқты. Егер ол жерде болса, ол да уланып қалар еді. Баллонды Бекнардікі деп айта алмаймыз. Оны еден жуушы тауып алды ғой. Иә, солай? Сүлгі бар ғой, сүлгі. Мен оны бөлмесінен тауып алдым. Бекнарды білмейсіз бе? Оны қолыңдағыңызбен ештемен дәлелдей алмайсыз. Мойнына алмайды. Полиция шақырсақшы. Жоқ. Полиция шақырмаймыз. Өйткені бұл іске Бекнардың қатысы бар ма, жоқ па білмейміз ғой әлі. Сондықтан күте тұрайық. Мен қалай дәлелдеуге болатынын білетін секілдім. Балалардың бәріне бүгін түнде не болғанын айтамыз. Және олардан айғақтарды іздеуді өтінеміз. Сол кезде Бекнар айғақты жасыруға шыққан кезде ұстап аламыз. Сонда қалай? Түк болмағандай сүлгімен баллонды орнына қоя саламыз. Қойыңызшы. Сонда түнмен аңдып отырамыз ба? Несі бар? Өзім-ақ аңдып отырам. Сонда оны қалай жасайсыз? Құр сөз жеткіліксіз. Кімге жеткіліксіз? Полиция шақырмаймыз дедік қой. Тым болмаса ұялы телефонға түсіріп ала аласыз ба? Тұрсам? Әріптестер, бір нәрсені ұғып алыңыздар. Бекнар не бүлдірсе де, мен оның түрмеге қамалғанын қаламаймын. Мен өзім оның қолынан алып, түзету мектепке алып барып тастаймын. Бұл жолы уәде беремін. Енді бізге Болат Сәкенұлын осында алып қалу ғана қалды. Енді түнде шығатын кезекшіні ауырып қалды дейік. Соның орнына Болат Сәкенұлы шыға салады. Онда 10 жарымда осында болыңыз. Жақсы. Қап, мен Мәдиді мектептен алуым керек екен ғой. Кешіріңіздер. О, палуан қалайсыз? Жақсы болып қалдым. Неге аллергияң бар екен? Аллергия емес, бөлмеме газ секпен екен. Газ? Қандай газ? Не қыласың оны, Мәди? Не қыласың? Жүр. Олжас, газ баллоны қандай болады?
болотса екен ұлы. Мені ұлаған Бекнар. Дәлелің бар ма? Мен ұйықтап жатқанда бөлмеде жүрген. Сонда ешқандай иіс сезген жоқсың ба? Көзің ашыған жоқ па? Айтып жатырмын ғой, мен ұйықтап жатқанда деп. Бекнарың да сұм екен. Ол енді жазаланбай ма? Кеше Таңсұлу Омар қызымен бұл жөнінде сөйлескен болатынбыз. Нақты айғақ керек деп отыр. Қалай ойлайсыз? Ол мен тағы олай ма? Барлық қызметкерлерге өтініш жасады. Енді айғақ іздейтін болады олар. Қандай айғақ? Қолымыздағы бар газ баллонды іздейді. Оны қайдан таптыңыздар? Тыққан жеріне апарып жасырып қоямыз да, артынан торуылдаймыз. Неге бәрін қиындатып жібергенсіздер? Полиция шақыра салмаймыз ба? Таңсұлу Омар қызы нақты дәлел керек деп отыр. Менің түрім дәлел емес пе? Бұл дәлел емес. Егер кінәсі анықталса, оны түзету мектебіне жібереді. Тезірек жіберсе екен. Сондықтан да жігіттер бұл әрекетімізді ешкім сезіп қоймау керек. Үркітіп аламыз. Олжас, Не болды? газ баллонның түрі қандай? Мәди. Thank you, Frank. It was very interesting. Bye. Кіммен сөйлесіп отырсың? Бұл менің Фрэнк деген Сан-Францискода тұратын досым. Мен онымен ағылшын тілін үйрену үшін осы бейне камера арқылы сөйлесіп тұрам. Заман қалай дамып кеткен, ә? Ой, әкем мынау таза тас ғасыры. Әбден ескірген. Заманауи ноутбуктардың камерасы бірге орнатылған. Апаң қайда? Апам кезекшілікте, бүгін әріптесің орнына қалам деді. Қап, мен де бүгін үйде болмаймын. Біреудің орнына кезекшілікке қалам деп қойғам. Тағы да үйде жалғыз қалам деші. Сонымен сенің жаңа досың туралы естімейтін болдық қой, солай ма? Аты кім еді өзінің? Олжас па? Әке, ол жайында айтқым келмейді. Біз енді онымен араласпаймыз. Айтпақшы, бүгін ол не үшін сабаққа келмеді? Оны менен неге сұрап отырсың? Енді сіз балалар үйінде жұмыс істейсіз ғой? Бүгін тағы да сонда қонасыз ба? Әлгі Олжас сенің сыныптасың ба? Иә, мен сол үшін сөйлескім келмейді. Маған сіздің тыңшыңыз керек емес. Мен тойдым. Босақ тұрайық. Маған әлі сабақ оқу керек. Жақсы. Мына жерде өзім жинастырым бар. Амандасуды үйретпеген ба не? Сен бе маған үйрететін? Бек, қоясыршы. Жап-жақсы ойнап отырмыз ғой. Байқап сөйле. Мықтысың ба не? Неге сені тез шығара салған? Ауруханада ұзақ жатады ма деп қуанып жүрсен? Жақсы дәрігерге тап болдым. Дұрыс.
Келесі рет бұлай жолың болмауы мүмкін. Сонда сен мойындап отырсың ғой, Нені мойындауым керек? Қорқақ сияқты менің бөлмеме газ сеуіп кеткеніңді. Кім сияқты дейсің? Олжас, тіліңнен табасың. Қайталашы тез. Бек, қоя салшы. Ескертуді кеше ғана алдың ғой? Қызық емес маған ешқандай ескерту. Есек, не дедің? Қайтала тез. Мен бе қорқақ? Енді кім? Іңкәр, камераңды берші. Не үшін? Мынаны түсіру үшін қалай қосады? Әке, ешқайда қосылудың керек жоқ. Wi-Fi арқылы істей береді. Қалған адамыңызға қосыласыз да жұмыс істей бересіз. Қалай сонда? Не үшін ол сізге? Мынаны маған кешке бере тұршы. Бір шаруаға керек болып тұр. Мұнда тек жоғалтып алмаңыз. Мұнда не болып жатыр, Бекнар? Қойыңдар! Қой! Қазір бәрін Таңсұлу Омар қызын айтам. Қой! Мал! Қорқақсың сен, білесің ба? Көрдіңіз бе? Өзі бәрін бастап жатқан. Сендер куәсіңдер. Жібер! Бекнар! Қалай қосады сонда мына? Әке, жұмыстағылардан сұрайсыз. Әрине енді сіз сияқты динозаврлар болмаса, осының Тыңдап тұрмын. Не болып қалды? Қазір барам. Себеп те керек болмады. Әке, сіз бүгінде таңға дейін жұмыста боласыз ба? Ештеңе айта алмаймын. Бірер сағатта қайтып келуім де мүмкін. Ал сен ешқайда шықпай. Үйде тұр. Үйде тұр. Қайда бұл? Ал бастаңдар. Рүстем жүгір. Сіз емес. Мыналар айтсын. Бекнар, сен баста. Айтар ештеңем жоқ. Мынау мені мазақтай бастады. Ескертсем де қоймады. Сосын? Мені қорқақ деді. Оны балалар да, Әлима Айдар қызы да естіді. Олжас, неге өйттің? Мен не деп айтам? Мені бөлмеде газбен улап қашып кеткен жоқ па? Сәл болмағанда тұншық бала жазадым. Неге өтірік айтып тұрсың, не? Сүмелек. Не өтірік па не? Доғарындар кәні. Өтірік. Бәрін ойдан құрастырып тұр. Мен ба ойдан құрап тұрған? Болат Сәкенұлы, неге үндемей отырсыз? Жаңа дәрігер не деп айтқан айтсаңызшы? Мені бөлмеде уландырып тастаған Бекнар. Шынымен бөлмеге газ шашылған. Менің оған қатысым қанша? Екеуің бір бөлмеде тұрып, сені уланбай қалғаныңды қалай түсіндіресің? Мен бөлмеде болмадым. Қайда болдың? Балконда. Балалармен түнді сол жерде өткіздік. Тағы да темек шектіңдер ме? Әлима Айдар қызы, бүгін кезекшігім. Бүкіл тәрбиешілерге сөгіс берем. Шеккен жоқпыз. Шай ғана сөйлесіп отырдық. Өтірік айтады. Мен ұйықтап жатқан кезде бөлмеде ары-бері жүрген кім? Онда неге оянбадың? Әлде ұланған ұнап қалды ма? Сомен не деген кеп тұр сенің? Тоқтатыңдар кәні. Олжас. Бәрі анықталмағанша, Болат Сәкенұлы бәрін реттейді деп үміттенемін. Әлима Айдар қызы, бір сағаттан кейін бүкіл тәрбиешілерді асханаға жинаңыз. Бекнар мен Олжас бөлек бөлмеде жатады. Олжас,
қолында дәлел жоқ кезде неге адамдарды мазақтайсың? Ал сен, Бекнар, барлық мәселені күшпен жеңем деп ойлама. Ұқтың ба? Маған қара. Қуанбай қой. Мен кеткенімен сенің өмірің өзгермейді. Керек болса сені жердің түбінен тауып алам. Осы мен саған не істеп қойдым? Неге маған кене сияқты жабысып алғансың? Ұнамайсың. Бекнар, сен әлі шықпағансың ба? Қане, шық. Неге мен көшуім керек? Неге мен? Қанат, мен сенің Бекнарға қарағанда ақылың бар ғой. Енді екеуің араларында ешқандай қиындық болмайды деп ойлаймын. 15 минуттан кейін асханаға түсіңдер. Бүгінгі жағдайға байланысты Болат Сәкенұлы хабарландыру айтады. Сен де маған ұнамайсың. Мен саған не істеп қойдым? Саған тәрбиешілердің барлығы жақтаса береді. Ол біз үшін ұят. Әркім өзі үшін жауап беруге тиіс. Ұқтың ба? Сенің басқа жұмысың жоқ па? Қойшы. Не дейді Құдай-ау? Олар шынымен баллонды қайтадан тығып кетеді деп ойлай ма? Сен қалдырып кеткен бе? Дәліздегі шкафқа тығып кеткеніңді айтып жатырмын, ақымақ. Енді қайда тастап кетерімді білмедім. Бүкіл терезелер жабық. Тіміскілейтін сөзсіз ғой. Олар баллонды тауып алды да, қайтадан орнына қойып қойды. Тағы төбеге камера іліп қойды. Бәсе, неге электрші келіп кетті десем? Солай екен ғой. Олар бізді шынымен ақымақ деп санай ма? Тағы асханада. Қандай да бір айғақ тапсаңдар, Болатқа өткізіңдер деп қойды. Шолпан апай ма? Бірақ Болат рас айтқан сияқты. Бұндай қалжың үшін колонияға 2 жылға жібереді дейді. Қош. Олар бізді қорқытқысы келіп тұр. Колония деп жүргендеріне 3 жыл болды. Бірақ рас, иә. Бек. Не? Сен Олжасқа неге сонша жабысып алдың? Өз жолымен жүре берсін, қайтесің? Жоқ, мен оны бұлай қалдырмаймын. Ұйықтайық.
Сен не істеп тұрсың? Неге көлікте ұйықтап жатырсыз? Сағат неше болды? 5:30. Өшіп қалған ол. Қап. Сіздің ойлаған жоспарыңыз болмай қалды ма? Мен жаңа ғана көріп шықтым. Газ баллон орында тұр ма? Бекнар біз ойлағаннан да қуып екен. Түсінікті. Тұзағымызға түспей кетті де. Ал сен неге ерте тұрып алғансың? Болат Сәкенұлы, сізбен сөйлесейін деп едім. Мені жаттықтыра аласыз ба? Не дейсің? Төбелесуді үйретіңізші. Мен қосымша секция туралы өз ойымды айтқан болатымын. Ал сіз бірақ баланы жаттықтырып, екі ережені бұзайын деп тұрсыз ғой. Спорт секциясы бәрін ұнайтын болады. Сіз маған сеніңізші. Бұл да бір бос уақытты тиімді пайдаланудың бір түрі. Екіншіден, төбелеске қалғандарын тарту. Мен сіздің еркін күрес туралы ойыңызды түсінбедім. Жекпе-жекке шығатын өнеріңізді де айтсаңызшы. Сен мұнда не істеп тұрсың? Сізбен сөйлесуім керек. Менің қазір қолым бос емес. Көп уақытыңызды алмаймын. Кейін де келе аламын. Таңсұлу Омар қызы, мен күте тұрам. Жарайды. Кір. Таңсұлу Омар қызы, бір мүмкіндік беріңізші. Қайдағы мүмкіндік? Не айтып отырсың? Мінездемен айтам. Жақында жаттықтырушымен сөйлесіп ем. Ол маған сіз мінездемені бермесеңіз, спорт мектебіне есіктің жабық екенін айтты. Мұндағы істеп жүрген қылықтарынан кейін қандай оңға мінездеме жазып беремін саған, а? Таңсұлу Омар қызы, түсініңізші. Спорт мектебіне түсу менің арманым. Болашағыма балта шаппаңызшы. Не дейді? Құдайым-ау, сен де болашағыңды ойлайды екенсің ғой? Ана уыңды шашқан кезде қай жерімен ойландың? Ол мен емес. Ант етейін, мен емес. Сенсің, Бекнар. Сенсің, оны мен нақты білем. Бірақ дәлелдей алмай отырмын. Мен де сені жақсы көріп тұрғанымды шамалы. Мүмкіндігім болса сенен қуана құтылар едім. Бірақ өз қағидамнан аттап кете алмай отырмын. Сен қаншалықта елге иттік жасасаң, соншалықта олардан жақсылық күтпе. Сіз маған сенуіңіз үшін не істеуім керек сонда? Біріншіден менің көңілімді қалдырма. Қысқасы, сенің өтінішің туралы ойланып көремін. Бірақ ол сенің тәртібіңе байланысты болады. Ұқтың ба? Боссың. Бар. Болат Сәкенұлы, кіріңіз. Келіңіз. Тамырымен жұлып тастамадың ба? Мен жай. Осы ма сонда үйреттіп жүрген? Болат Сәкенұлы, мен қорқудан шаршадым. Кімнен қорқып жүрсің? Ана мал Бекнардан. Маған керісінше Бекнар сенен қорқатын сияқты болып көрінген. Бекнар менен? Иә. Өзің ойлашы. Саған неге тиісе береді ол? Білмеймін. Іші пысқаннан шығар. Оған мына сенің бағынғаның керек. Ана қасындағыларды көрдің ба, қанат әділеттерді? Олар одан қорқады, ал сен қорықпайсың. Сіз мені мазақ қылып тұрсыз ба? Бекнар қалайша менен қорқады? Өзің ойлаш. Егер сенің Бекнарға күшің жетіп тұрса, сен оған қарадан қарап тиісе бересің бе? А? Жоқ. Демек қорқуды емес, қарымта шабуылды үйрену керек.
екеуі екі түрлі нәрсе. Болат Сәкенұлы, маған соны үйретіңізші. Әңгіме сода. Ал Таңсұлу Омар қызына еркін күрес туралы мұрнына иісі де бармайды. Сендер де білмейсіңдер. Оқымысты. Ерекшеленіп болдың ба? Өз-өзіңе риза сияқтысың ғой. Сабақты оқысаң, сен де ерекшеленетін едің ғой. Сен өзіңше мақтанбағаныңда бәрімізге екі қоймайтын еді. Сенің кесірінен бәрімізге құлагерді оқытып қойды. Несі бар, оқы? Сендер балалар үйінде ерігіп жүресіңдер. Ал менің шаруам басымнан асады. Сонымен, не деген келіп отыр? Мен балалар үйіне өз еркіммен барған жоқпын. Төбелескің келмесе, қоя қой. Ал сен маған не істеу керек екенін үйретпей-ақ қой, түсіндің ба? Әйтпесе жағыңды қолыңа ұстатам. Қолыңнан келе ма? Келеді. Істе. Сен денсаулығыңды аямайды екенсің. Мен ба денсаулығымды аямайтын? Басқа. Бұндайды сенен күтпеп едім, Олжас. Өзі ғой бірінші бастаған. Менің күнәм жоқ. Кім кінәлі сонда? Мен оған төбелеспей қояйық деп айттым. Маған атылған өзі. Әбдидің ата-анасы арыз жазыпты. Әбди тоқылдаған ба? Не деген сөз мынау? Қайдан үйрендің бұндай сөздерді? Таңсұлу Омар қызы. Бірінші күннен бастап мен тәртіпті болуға, ешкіммен төбелеспеуге тырысып жүрдім. Бірақ енді қорқудан жалықтым. Енді бәрімен төбелесем деп шешім қабылдадың ба? Жоқ. Жауап қайтарам. Сонда ғана өзімді сыйлатқым келеді. Ал сыйластықты ақылмен женуге болмай ма? Болатын шығар, бірақ мұнда онда өтпейді. Сіз айтқаныңыздың біреу де Бекнарда жоқ. Бірақ Бекнардан бәрі қорқады. Бұндай сандырағынды естігімде келмейді. Барда ана баладан кешірім сұра. Ал мен сені тіркеуге алғызбайым. Кешірім сұрамайым. Одан да мен тіркеуге алсын. Сонда ғана менен бәрі қорқатын шығар. Олжас, 1 минутқа шығады. Осының бәрі сіздің ықпалыңыз емес пе? Ерте ме кеш пе осылай боларын мен сезгем. Олжас шатасып кетті. Маған айтады, мен Бекнар сияқты болғым келеді дейді. Мына күшті адамның айтқанның бәрі дұрыс дегенді миына құйып алған. Ал сіз сөйлесіңіз, түсіндіріңіз. Таңсұлу Омар қызы, мен деген жаттықтырушымын ғой. Егер спортқа қатысты нәрселер болса, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтар едім мен сізге. Күрес деген ол шабуыл емес, қорғанып жүріп, кері соққы беру, өзін өзі сыйлату. Ал өзін өзі сыйлаған адам әлсіздерге ешқашанда қорлық көрсетпейді. Бекнарда күреспен айналыспай ма? Бірақ сіз айтқандай бала емес ол. Бекнарға жаттықтырушыны үйреткенін білмеймін, бірақ Олжастың бойындағы ашу мен кекті дұрыс бағыттай алатыныма сенімдімін. Жарайды. Бірақ мен сіздердің күрестеріңіз үшін төлейтін ақшам жоқ. Өкінішті, барлығын өзім үшін істеуге тура келеді. Анығын айтқанда өзім үшін емес, мен Олжасты жаттықтырсам деймін. Менің бір шартым бар. Бізде ешкімді бөліп жаруға болмайды. Түсінікті. Барлығын дайындауға тура келеді. Өздері келіссе әрине. Жарайды, Болат Сәкенұлы. Мен сізге еркін күрестен секция ашуға рұқсат берем. Бірақ балалардың арасында қандай жағдай болса да, бәріне сіз жауапты боласыз. Бірақ сіз үйреткен әдістерді сыртта қолданатын болса... Келістік. Жақсы. Болат Сәкенұлы, сізге бір өтініш. Олжасты ана баладан кешірім сұраға көндіріңізші. Жақсы. Әдөк, мұнда не істеп отырмыз? Аузын жапшы. Күт
Күтеді ме, күтеміз. Алдаған болса ше, отырғанымызға жарты сағат болды ғой. Сүмелектер, әлі отырсыңдар ма? 10 минут күтеміз. Келсе келеді, келмесе кетеміз. Волейболдың не баскетболдың секциясын ашайын деп жатқан шығар. Соған қатысайын деп тұрсыңдар ма енді? Кеттік деймін жігіттер. Қане, барлықтарың бір қатарға тұрыңдар. Не? Тоқта Бекнар. Бастайық. Менің есімім Болат Сәкенұлы. Білеміз. Мен сендердің еркін күрестен жаттықтырушыларың болам. Не? Қалжың шығар. Бүгіннен бастап балалар үйінде ресми түрде еркін күрестен секция ашылды. Бізді сол үшін жинадыңыз ба? Мені нағыз спорт мектебі күтіп тұрғанда осы жерде не істеймін? Жарайды, кеттім. Тоқта, мен саған кетуге рұқсат берген жоқпын. Әлде шартты ұмытып кеттің бе? Маған өзімді жақсы жағынан көрсетсін деген талап қойылды. Ал сіздің секцияңызға қатысам деп мен ешкімге уәде берген жоқ. Жарайды, жақсы, бара берсін. Тағы кімнің кеткісі келеді? Бұл күрестің бізге не керегі бар? Менің спорттан ешқандай хабарым жоқ. Рұқсат етсеңіз кете берейік. Жақсы. Сендерді ешкім ұстамайды. Олжаспен ақ дайындала береміз. Солай істеген дұрыс шығар. Мен дайынмын. Қане, бастайық. Сонда не істеу керек? Не істеу керек? Әуелі мынау артық салмақтан арылу керек. Тез залды екі айналып денелерін қыздырып шығыңдар. Бол. Болат Сәкенұлы, менің де еркін күреспен айналысқым келеді. Мені де алыңызшы. Мәди, менің жаттығуларым ересектерге арналған. Ал саған әлі ерте. Бірақ менің де күшті болғым келеді. Кері соққы беруді қалаймын. Олжас бәрін айтып берген. Бұрын соңды спортпен айналысып па едің? Дойбыдан басқа? Жоқ. Мәди, айттым ғой соған қатыспайсың деп. Неге қатыспайды? Болмайды оған. Бұлшықет гипотониясымен ауырады. 1 жасына дейін басын ұстай алмайтын. Оған керісінше жаттығу керек. Бір жерін сындырбаса ше. Сындырмайын, Болат Сәкенұлы. Жақсылап дайындалатын болам. Өтінемін. Жақсы, Мәди. Рас айтып тұрсыз ба? Рас па? Әйелімен ақылдасып көрейін. Ол дәрігер ғой. Егер сенің диагнозыңмен жаттығуға болады, сонда мен сені алам. Оған дейін күте тұр. Жарай ма? Жақсы жігіттер, менің үйге қайтуым керек. Жасөспірімдермен жұмыс істегенде оларға қызық, ортақ іс тапқан абзалырақ. Бір мақсатқа қарай аяңдап, қызмет қылу арадағы сенімнің деңгейін көтереді. Мыналарың енді миға қонады.